Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін винегрет салатын жасаймын. Бұл салаттың жасалу жолы әртүрлі. Мен сіздерге өз рецебіммен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қараңыз. Бізге қызылша, сәбіз, картоп, тұздалған қияр, пияз және жасыл горошек қажет болады. Барлық көкөністерімізді алдын ала суда пісіріп алдым. Кубиктеп тураймыз. Барлығын бірдей етіп кубиктеп турап, ыдысымызға саламыз. Бұл салатты квашеная капустамен де жасаймын, бірақ маған осы тұздалған қиярмен жасаған түрі қатты ұнайды. Пиязды ұсақтап, майдалап турап аламыз. Осылай бірден шикідей қоссаңыз болады, немесе табада сұйық майда қуырып қосуға да болады. Содан соң жасыл горохты саламыз, дәміне қарай тұз және зәйтүн майын қоямыз, біраз қасықтай, немесе сұйық майды қосуға болады. Барлығын араластырамыз. Біздің пайдалы, жеңіл салатымыз дайын. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Төменге өз пікірлеріңізді жаза кетуді де ұмытпаңыздар. Сіздермен болған ұл Мекен. Хош сау болыңыздар.